Елбасымыз биылғы жылды жастар жылы деп атағаны баршаңызға белгілі. Соның аясында бүгін біздің ауданымызда да жастар жылының ашылу рәсімі Сүлейман Демирелі университетінде өтті. Аудан әкімі Жандарбек Далабаев арнайы қатысқан салтанатты жиын өңірдегі спорт жеңімпаздары, үздік студенттер мен білікті мамандардың басын қосты. Шара басында аудандық жастар ресурстық орталығы жыл бойы жеткен жетістіктері тізбектелген бейнеролигі көрсетілген соң, сахнаға сан салада еңбектері ескерілген белсенді жастар шақырылды. Әрқайсысының алға қойған жоспарларымен бөлісіп, ізгі ниеттерін де білдірді. Ал аудан басшысы жастар тарапынан ұсыныс тілектерді тыңдай келе, ауданымызда жүзеге асатын жобаларды да алға тартты. Биыл облыс әкімі Амандық Абасұлының қолдауымен өткенде мүмкін біреулеріңіз қатыстыңыздар, жастар жылы деген ашылуымен Алматы облысын құттықтай отыр. Әр ауданда жастар орталығына біз ғимарат саламыз. Біз кеше ғана мен қол қойдым. Қаскелең қаласында әкім отыр, қаланың әкімі жерін тауып, біз алға бұйыртса бастаймыз. Ол сіздерге қолғабыс етеді. Сіздер ол жерге көмек ала аласыздар. Ол жерге барып консультативный көмек, ол жерге деген басқа да өздеріңізді ойландырып жүрген сұрақпен сол жердегі бір қағида терезесімен сіздерге жауап беретін болады. Сондай-ақ Жандарбек Ермекұлы жастар кеңесімен санасу мақсатында оларды айына бір рет қабылдайтынын да жеткізді. Осындай ұтқыр ой пікірлерден кейін салтанатты жиын әсем әуенмен әрленген концерттік бағдарламаға ұласты. Көңілді кеш одан әрі қарай жас отандықтар ұйытқы болған қалалық мәдениет колледжіндегі флешмобпен жалғасын тапты. Сюжетті дайындағандар Бұрым Орынбасар, Бағдәулет Талип.